Жасыл желек қала тынысы. Астанада зәулім үйлер ғана емес, сонымен бірге ағаштар да көбейіп жатыр. Қазір елордада 17 миллион түптен аса жасыл желек бар. Оның 3 миллионға жуығы қала ішінде болса, 1,4 миллион астамы елорданың сыртындағы жасыл белдеуде. Былтыр Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында 1 миллионнан астам жасыл желек отырғызылды. Биыл да сол шамада жұмыс атқарылмақ. Оның ішінде ағаштар, бұталар, көп жылдық гүлдер де бар. Бұл қала әкімдігі берген мәлімет, ал тұрғындардың өздеріне дейді. Расымен Астананың келбеті жасыл желекпен көмкеріліп келе ме? Тұрғындардың пікірін тыңдайық. Көгалдандыру жақсы, менің ойымша. Енді алдындағы біз 2013 жылы келдік Астанаға. Содан қарағанда әлде қайда жақсы. Біздің Алматыда енді ол әлгі табиғаттың бұрынғы берген ағаштар тұр ғой. Бұл жерде мен жаңадан бәрін қондырды, қандай тамаша. Парктер, скверлер өте әдемі. Маған қатты ұнайды. Мен өз басым, мен анда техникада жұмыс істедім. Өзім 400-500 отырғызған шығармын өзіммен, техникаммен. Анда негізі қанша тал бар? 10 мың түп дедім, сондай. Сосын Астана орманы бар ғой қаланың сыртында. О жақта да болдым, о жақта да біраз талдар болды. Астана көркейіп отыр осылай. Көк ағашпен талдарды өсіріп, ағаш өсіріп, гүлдетіп отыр.